Ассалаумағалейкум Омарбек ағай, қалыңыз қалай? Уағалейкум салам. Бүгін сізге осы жерге шақырып сұрақтар қойын дегенбіз. Мына фотографияға қатысты. Қалай қарайсыз? Дайынбыз енді фотография болса әрқашан дайын. Болды онда. Бізде осы сіздердің оқырмандарыңыз бар, және де фотографияға қызығатын оқырмандардың бір сұрағы бар. Сіз осы салаға қалай және қашан келдіңіз? Мен бұл салаға 1998-99 жылы келдім. Бірақ бірінші рет фотоаппаратта 1988 жылы ұстадым. Бұл саламен түбегейлі профессионал кәсіби тұрғыда 98-99 жылы келдім. Қазбек деген бір марқұм бір жігіт болатын, өзі суретші, фотограф. Сол кісі мені осыға тартты, осыған үйретті, содан бері фотографиядан. Керемет. Ал қазіргі қандай жанрда түсіресіз? Қазір мен портрет болғанда этнофото. Этнофотография ма? Керемет. Және де бізде мынандай сұрақтар бар сізге. Ең қиын болмаса техникалық жағдайда, болмаса эмоционалдық жағдайдағы қиын съемкаларыңыз болды ма? Түсірімдер. Олардың қиын жағдайы көп. Айтатыны бар, айтылмайтыны бар, енді түсініп тұрған шығарсың. Айтатыны бір апамыз болды. Сол апамыз 90 жасында. Үйіне бардым. Коляскада жүреді. Үйінде біраз түсірдік, енді трехкомнатный квартира, 3 бөлмелі. Тар болғаннан кейін сыртқа шығайық деген кезде коляскамен жаңағы 14-ші этаждан түсіріп, соны паркке дейін апарып, анан барған кезде ойлайсың да, ол апа сөйлемейді, құлағы да естімейді, бірақ 90-дағы кісі. Бұлай қара дейсің, сен естіп жатқан жоқ. Түсіндіре алмайсың, ештеңе түсіндіре алмайсың да, бірақ жасы үлкен кісі. Түсірсеңіз шыға береді, өйткені бетіндегі әжімдер, эмоция емес, жаңағыдай кейпі өте керемет та, бірақ түсіндіре алмайсың, сол қиын болды. Ол жерде тағы да 90-дағы апамыз болды, оның 50 мен 60-тың арасындағы қызы болды, оның 25-30-тың арасындағы немересі болды. Үшеуі контрастта, мынау былай түсіру керек, ананы бойымен, тұлғасымен түсіру керек, мына кісінің бет пішіні қызық та, бірақ коляскада отырды, сол қиын болды. Значит, сонда техникалық жағдайда қиындықтар болды. Керемет. Негізгі осы жаңадан фотография келетін, жаңадан фотоаппаратты қолына ұстаған, жаңа жастарға қандай совет бересіз? Бір сөзбен, бір сөйлеммен жеткізу қиын, бірақ мынаны ұғып алу керек деп ойлаймын. Ең маңыздысы, сен кім үшін түсіріп жатсың, не үшін түсіріп жатсың, және де бұл саған не, қоғамға не береді. Осы 3 мақсатты дұрыстап алсаң, оның қаржы жағынан болсын, эмоционалдық жағын, құндылық жағын өзің шекаралап аласың да, бағыттап аласың, сонымен ол өзінің өз деңгейінде өзі көтеріледі, не болмаса қажеттілігін өз орнын табады. Тарихта болсын, не болмаса қаржылай қазірге болсын деген сияқты. Өз орнын табу керек дейсіз сонда. Керемет. Және де біз оқырманымыздың бір сұрағы бар. Сіз осы қалай балансты табасыз? Креативный жағынан и коммерческий клиенттің запростары болады ғой? Сол креативпен коммерческий запросты, творчествоны қалай табасыз орнын? Бұл жерде енді 3 нәрсе бар. Біріншісі креативте заманауи болу керек. Екіншісі қаржы алып келу керек. Үшінші де шығармашылық болу керек та. Табу үшін мен қазір этнофотоны алдым. Этнофото деген нәрсе не? Біздің көне ұмытылып бара жатқан киімдер, дәстүрлер, мәдениеттер, ұлттық ойындар, тағы да басқа. Бұл береді клиенттерге, тапсырыс берушілердің құндылығын береді бұл. Ол былайша айтқан кезде күнделікті дүниедегі болмайды да, мысалы сен қазақ фильмінен киімді алып күнде жүрмейсің ғой. Сол сияқты бұл аздап қызықтау, тапсырыс берушіге қызық. Ол бір. Креатив жағынан заманауи ең соңғы технологияларды суретте мен пайдаланамын. Киіз үйдің ішіне дым машина қоям, адыраспан түтетем, 4 свет, 5 свет қоям, светной фильтр қоям, тағы да басқа эффекттер, мысалы, енді ол жақтардың бәрін айта берсек ұзақ уақыт. Постоянно светпен импульсты бірге қоясың, мысалы да. Сонымен ол заманауи болып шығады. Енді қаржы жағынан
Енді ол қиын нәрсе. Қаржы жағынан көбінесе маған шетелден азаматтар келіп түседі. Солар ақшасы бар, солар береді. Дәл қазір сондай. Дәл қазір сондай. Керемет. Негізі осы көптен өткен сұрақтар осы қызық болған біздің оқырмандарымызға. Осы сұрақтардың жауаптарын білгісі келді. Өзіңіз осыған қалай келгеніңізді білгісі келді де. Мен енді маған осы мүмкіндік түсті. Сіздерге осы сұрақты қойып жауабын алу. Керемет. Және де тағы бір екі сұрақ бар. Ол техникалық жағдайда. Қазіргі фотографтар мысалы ойлайды, мен бір 1 миллион, 2 миллионға камера аламын да, чылып кетіп түсіремін де, болды, менде идеально шығады деген сияқты. Негізгі үйрену үшін бастапқы қандай камералар совет бересіздер? Сол миллион теңге тұратын фотоаппараттың ұқсас, орысша айтқан кезде настройкалар бар фотоаппарат алса болды. Ол деген объектив ауысса, мануал режим болса, содан кейін двойная экспозиция болса, одан кейін ISO жоғарылау болса, одан кейін тағы да не? Естественно, импульспен жұмыс істей алатындай, жаңағындай болса, синхронизаторлармен. Сонымен ол үйреніп алады, кейін тапсырыс берушінің пайда болуына байланысты қаржы пайда болады, одан кейін техниканы жаңартып, қымбат дүниелер ала беруге болады. Ол техника, камера алдық дедік, бірақ соған бір әдемі бір объектив қандай совет бересіз? Әдемі бір объектив деген, объективтің бәрі әдемі. Бізде деді ғой, әдемі қыз дейді, қыздың, адамның бәрі әдемі портретке. Бірақ бұл жердегі мақсат кім оны түсіріп жатыр, қалай жарық қойып жатыр дегенде, сол сияқты ол фотографқа байланысты. Ол фотографтың біліктілігі мықты болса, ол мысалы маған қазір мен түсірші десе, мен айфонмен де түсіріп бере аламын да, бірақ әрине ол ертең журналға, мүмкін бір үлкен бір көрмеге қоя алмайсың, бірақ айфонға да түсіріп бере аламын. Демек, ол айфонда настройкалар бар, өзің бұрмалайсың, реттейсің, түсіресің. Демек, ол құралға маңызды емес, демек объективке маңызды емес. Бірақ объективтердің саны көп, тек Canonның өзі 50 ма, 60 қанша объектив бар. Бірақ мысалы біреуі, мысалы фикс, біреуі зум, біреуі жаңағы 1200, біреуі просто экстендер. Әр өзінің қасиеті бар, өзінің техникалық маңыздылығы бар, мәні бар, оны сол жерде қолданасың. Бірақ кез келген суретте универсальный объектив деген нәрсе жоқ. Кейбір кезде ашық диафрагмалы 1:2 объектив жақсы, кейбір кезде керісінше табиғат түсірген кезде 1:2-ні қолдану тіпті мүмкін емес, бір жапырақ түсірмесең, бір көбелек түсірмесең де, ол саған максимально кең керек та, жабық диафрагмада түсіресің, 32-де түсіресің, ол деген фикс объективтің керегі жоқ табиғат түсіру үшін. Сол сияқты не түсіргеніңе байланысты объектив таңдайсың. Canon, Nikon, Sigma, тағы да басқа брендтер объектив шығарады. Егер олар білсе, сол біреуін ақ шығарып қоятын еді ғой. Несі олардың бәрі? Сол сияқты фотографтарда керек болса, ананы аласың, керек болса, мынаны аласың. Керемет. Өте орынды жауап. Сонымен сізге алғыс айтамыз осы сұрақтарға жауап бергеніңіз үшін. Енді біздің ойымызша оқырмандарымыз өз сұрақтарына жауабын алды. Өзінің ізденгендерінің тапты деп ойлаймыз. Сол үшін қасымызда отырған Оңғарбек Алқаров, қазақстандық международный фотографтың бірі. Инстаграмы да бар, астына тіркеп қоямыз. Лайк, подпискамен тіркелеміз. Рахмет көп-көп. Рахмет. Сізге де көп-көп рахмет. Жақсы, рахмет. Отбой.